Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай үй жағдайында жасалатын, дәмі тілі үйретін шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны жалғастырмас бұрын ең әуелі каналыма тіркеліп, лайк қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте оңай жасалады, міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі табағымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жарып алдық, енді үстіне 1 стакан қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дәл солай 1 стакан енді сұйық майымызды құямыз және жақсылап араластырамыз. Енді дәл солай 1 стакан сүтімізді құйып араластырып аламыз. Араластырып алдық, енді үстіне араласқан массамыздың үстіне ұнымызды електен өткізіп сеуіп аламыз. Үстіне 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып жақсылап араластырамыз. Енді үстіне 2 ас қасық какаомызды салып, оны да қосып араластырамыз. Мен какаомды да електен өткізіп аламын, іртік-іртік болмауы үшін. Осылай енді біркелкетіп араластырып аламыз. Жақсылап біркелкетіп араластырып алдық. Енді осы араласқан массамызды табамыздың астына май жаға отырып құйып аламыз. Енді осы пирогымызды қызған пешімізде 45 минут пісіріп аламыз.
міне осылай болып пісіп шығады. Піскенін осы таяқшаны тығу арқылы біліп аламыз. Пирогымызды осындай бөліктерге, төрт бұрышты бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Үйіңізде бар шоколадтарды да қолдансаңыз болады. Бетіне жағатын глазурь дайындаймыз. Ол үшін шоколадымызды алып, үстіне сливкиді қосып, микроволновкада ертіп аламыз. Мен үйдегі бар шоколадтарды да қолдана беремін, еш нәрсе де болмайды. Қолдана берсеңіздер болады. Қатып қалған қағида жоқ. Енді осы араласқан шоколадымызды пирогымыздың үстіне құйып жайғастырып аламыз. Пышақпен үстінен тағы бөліктерге бөліп шығамыз. Үстіндегі шоколадымыз арасына кіріп сіңу үшін. Осымен біздің тілі үйретін, дәмі тілі үйретін шоколадты пирогтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, әрі тез дайындалады, көп уақытты талап етпейді. Істеп көріңіздер. Ас болсын. Және менің каналыма тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар.